Ұлт жоспарының 62-ші қадамы бәсекеге қабілетті көшбасшылар ұлттық чемпиондар бағдарламасы былтыр ақпанда бастау алған. Енді жобаның екінші кезеңіне қатысуға ниет білдірген компаниялардың қатары артты. Тиімді жобаға сараптамалық орталықтан тікелей эфирге қосылғалы тұрған әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы талдау жасамақ. Гүлмайра, былтырғы жылы іріктеуден өтпей қалған кәсіпорындар биылда бағдарламаға қатысуға өтініш бере алады ма? Кеш жарғаны армысыз ағайын. Өткен жыл іріктеуден өтпеген компанияра биылда бағын сынай алады ғани. Осылайша оларға тағы бір мүмкіндік беріліп отыр. Бүгінгі күнге дейін 65 компания ұлттық чемпиондар бағдарламасына қатысуға өтініш берді. Импортты алмастыруға қауқарлы және өнімі экспортқа бағытталған кәсіпорындарға басымдық беріледі. Жалпы биыл жоба талаптарына бірқатар өзгерістер енгізілген. Биыл біз компанияларды таңдау кезде компанияның табысы 5 миллиардтан 70 миллиардқа болу керек. Одан кейін біз салаларды көбейттік. Шетелдік үлес болмау керек, мемлекет үлес болмау керек. Сыннан сүрінбей өткен ұлттық компанияларымызға қаржылай көмекпен қатар консультациялық және институционалдық қолдау көрсетіледі. Мәселен, өткен жылы 5 форум ұйымдастырылып, 105 бастаманы жүзеге асыру бойынша кеңес берілген. Шығыстарды оңтайландыру, сатылымдарды басқару, экспорттық нарыққа шығу кәсіпорынның тиімділігін арттыру бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілген. Әр компанияға арнайы диагностика өткізіледі. Әр компанияға арнайы шетелден эксперт әкелеміз. Ол эксперт консультанттармен бірге, компанияның жұмысшыларымен бірге отырып, әр компанияға арнап консультация береді. Ғани, былтыр бағдарламаға қатысуға 300-ге жуық компания өтініш берген еді. Солардың арасынан ең үздік деп танылған 27 кәсіпорын іріктеліп алынды. Олардың 16-сы тамақ өнеркәсібі, 6-ы көлік құрастыру және қалған 5-і құрылыс материалдарын шығарумен айналысатын өндіріс орындары. Диагностика барысында компаниялар 190 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлуді өтінсе, бүгінгі күнге дейін 33 миллиард теңгесі кәсіпорындарға беріліп қойған. Ал бағдарламаның екінші кезең аясында өңдеу өнеркәсібі, қызмет көрсету және ауыл шаруашылығы салаларына 3 жақты қолдау көрсетіледі. Өтініштерді қабылдау 2 аптадан кейін аяқталмақ. Ғани? Рахмет, бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Гүлмайра Қуатбайқызы болатын. Хабарымызды жалғастырамыз. Жалпы ұлттық чемпиондар бағдарламасының екінші кезеңінде ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп салаларына басымдық берілмек. Жобаға қатысатын компаниялар саны ең көп қала Алматы. Ол жақтан 14 компания өкілі қатысады. Одан кейін Шымкент пен Қарағанды қалалары. Бұл шақырлардан 3-3-тен 6 кәсіпорын бақ сынамақ. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы мен Қостанай қаласынан 2 компаниядан және Ақтөбе, Атырау, Павлодар, Көкшетау, Астана, Талдықорған, Кентау, Тараз қалаларынан бір компания өкілінен қатысады.